Реніштің салмағы туралы нақыл. Барлық студенттер тақырыпты толық түсіну үшін мұғалім тәжірибе жасауды ұсынды. Әрбір студент барлық реніштерін естеріне түсіріп, ренжіткен адамдардың аттарын картоп сыртына жазуы тиіс болды. Сонымен әрбір адамда жеткілікті түрде картоп жиналды. Олар оны күнделікті барлық жерде өзімен алып жүру тиіс болды. Кейбіреулерінің пакеттері өте ауыр болды. Студенттерге пакетті өздерімен бірге бір апта көтеріп жүруге тапсырма берілді. Әрине бұл ауыр әрі ыңғайсыз болды. Сонымен қатар олар картопты, пакеттерін ұмытып кетпейін деп қиналып жүргенде, одан да маңызды заттарды ұмытып жүрді. Онымен қоса, біраз күннен кейін картоп шіріп, жағымсыз иіс бере бастады. Эксперимент бойынша барлығында өзімен бірге бұзыла бастаған картоп бар. Біз өзімізбен бірге күнделікті тасып жүретін бұрынғы реніштерімізді ешқашан өзгерте алмаймыз. Тек қана кешірім ғана ренішпен оның салмағын босатып, рухани еркіндік сезімін береді. Реніш дегеніміз бізді күн сайын улап отыратын, және де көбейіп бара жатқан токсин. Біз кешірім дегеніміз ренішкен адам үшін сыйлық деп ойладық. Ал шын мәнінде біз одан әрі еркін бола түсеміз. Жиі біз өзімізді алдымен кешіріп тұруымыз керек. Біз өзімізді қатты сөз айтсақ, қажетсіз ойлар, дұрыс емес қылықтар үшін қиналып, кінәлі сезіммен өзімізді жазалаймыз да жақсы көруді үйренбейміз. Егер біз өзімізге нашар қарасақ, басқа адамға қалай қамқорлық жасай аламыз? Өзіңізді кешіру, басқаларды кешіру еркіндіктің кілті болып табылады.